Ал келесі көлігіміз ол FG Cruiser 2007 жылғы. Бұл FG Cruiser'ді қалада көрген шығарсыздар. Yokohama деген жазуы бар. Мына жағында Ayaz Production деген жазуы бар. Көлік, атақты көліктердің бірі. Қараңыздар, бірден айтып кететін зат, мына жақта қосымша светтер орнатылған. Өте мықты, түнде өте мықты болып жанады. Және де мына жерлерінде де міне қосымша жарықтар қойылған. Өте пайдалы түн кезінде. Yokohama, атақты Yokohamaның грязевой резинасы. Бұның иесі міне Ayaz. Дрон қадірін көрсетіп жатырмыз. Дронның несімен жұмыс істеп жатыр. Қараңыздар, қандай техника. Барлық жақта зарядкада техника. Қазір багажнигін көрсетем. Барлығы контентті жасап, видео жасап, нешелер керемет видеоларды істеп. Қараңыздар, керемет қой. Көріңіздер. 2007 жылғы 4 объем. Өте сенімді, мықты көліктердің бірі. Бұл жерде де ең көрсететін нәрсе бұл палаткасы. Палаткасына міну үшін осындай қолданамыз. Міне. Палатка тоже үлкен, 2 адамдық. 2 адам емін-еркін жатады. Төмен жағынан әдемі матрас. Мынандай утеплитель бар. Яғни түнде қатты суық болса, мынау көрпешемен қаптап тастайсың. Сол кезде ешқандай жел де өтпейді. Мына жақта көрдіңіздер, неше түрлі қалташалар бар. Свет бар, түнде светін жағып қоясың. Қараңғыда қорқатын болсаңыздар, сол жақтан жатасыздар. Кәдімгі емін-еркін жатады. Мына жағында москиткасы бар. Алдына, артына, екі шетіне қарайтын терезелері бар. Артында да қосымша светтер бар. Және техниканың барлығы зарядкада тұр. Дрон, неше түрлі қосымша столдар барлығы бар. Осындай палаткалық лагерьде әдемі мынандай тенті де бар. 3 метр. Машинаның шетіне жалғанады. 3 метр. Ал видео қызық болса лайк қойып, комментарий жазып кетіңіз, арнама тіркеліңіздер. Осындай контент көп болады. Қазақша контентті қолдаңыздар.